Бүгін асқабақпен сұрпа дайындаймыз. Біз бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен сары май, шуға, помидор үшін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне морковь, картошка, тыкваны қосып, бетіне сушеный чеснок, паприка, приправамыз салып, бір кесе құйып жақсылап араластырамыз да 30 минуттай тушить етеміз. Овощтар жұмсардау деген кезде погружной блендермен бір жүріп шығамыз. Жақсылап пюре қылған соң, бетіне тұз сеуіп, жирный сливке құйып, бір араластырып аламыз. Тыквенный суптың дәмі тәп-тәтті болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.